Ассалаумағалейкум достар, сіздермен баратыз. Достар, қалайсыздар? Жағдайларыңыз бәрі жақсы ма? Достар, мен ауылда жүрген болатын. Атам мен әжем біріншісінен көрмесеңіздер көріп кетіңіздер. Так, мүмкін атам мен әже келетін болатын соң мен торт бәрін алып қойған болатын. Тортты қойып қойдық үйдің ішіне. 64 торт алып қойдым мен, 64. Атам мен әже келетін болатын. Так, тортты жеуге ой болмайды, білемін мен. Жетеміз. Атам мен әже жоқ. Так, осы жарайды. Мұнысы не істеп жүр? Достар, бір жақсы жер ата мен әже келеді. Так, ата мен әже келеді. О, қалайсың жетел? Жақсы, өзің қалайсың? Шүкір. Дос, жетел, мен Ерасылдың досым қайда, осы ауылда тұратын? Білмеймін, кеше ата мен мама шақырып болған болады, қалаға кетіп қалған секілді. Қалаға дейсің бе? Рахмет, сен білмейсің ғой, өтірік қалақта дей бермейсің. Гүл теру ойында алып қойын, гүл терілік болдық. Гүл бәрін теру ойын, достар. Гүл теру керек. Қазір ата мен әжеге берем ғой. О, қалайсың жетел? Қыз жетел. Жетел керек пе саған? Керемеш болса, керемеш. Атам мен әжемне берем, саған не керек? Так, витаминді тұр өзін. Осы 64 болып тұрып, кішігірім бірден салып қойым өрейді. Атам мен әжем қуанып қалсын. Достар, атам мен әже деген серия ұнап отыр ма? Ұнап отыр, лайк басып кетіңіздер, мен түсірерім ғой. Ішіне қалып қойып сынбайтын болып түсіндіріп отатын желание жоқ. Сындыру бір нәрме уақыт қой. Жақсы тұрайсың. Бет жауып сенші кереміз доктор. Түсіп бітпе. Мына жерде тамам отқанша не салады? Да, достар. Айтып отқан кезде. Түсіп кетсем ма? Так, көристің. Бітіп кетті. Ең аяққа мына жетілген үйлерін бәрін алып жатыр. Жақсы болған достар бұл жетілдерге, жетілдерін әңгіме етекші. Әңгіме ететін уақытым ұйықтау керек. Жетілдер ұйықтаңдаршы. Кака ұйықтаймын ғой. Достар, маған ұйықтаймын дейді қазір. Мана бір жетел өріп кеткен сияқты да. Баракызы үйге рахмет қондырғанға, өте керемет жаңа үй екен. Оқасы жоқ. Сіз қалаға ұрып қайтты олар еді. Қайсың о? Ой, жетел не жылап аттың? Не, жетел не жылап аттың деймін? Мәмнан жетел ауыра ма? Оға деген ма жетелерді?
Қасымбекке тиіп кеткен ба? Ашылмайды. Жетел неге жылап отыр, барлық жетелден неге жылап отыр? Неге жылап отырсың, жетел? Неу? Бергеш? Неге жылап отырсың? Естімедің бәле. Нені? Оны айтуға болмайтын шығар саған бірақ. Айта бер. Сенің ата мен әжең... ата мен әжеме не болды? Қайтыс болған. Қалай? Қалайша? Қалай? Өтірік соғып тұрған жоқсың ма сен, жетел? Өтірік айтпаған жоқпын. Абайдың ауылға келе жатқан шағында Майшамен соғысып қалған. Достар, не істеймін? Достар. Енді қай жақта екенін білесің ба? Білемін, ауылдың ішіндегі судың қасындағы больницаны тезірек аты үлгермейсің. Мен қай больница екенін білемін, достар. 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 Үлгермейсің деді ол маған. Қайда ата мен әже? Ата мен әже қайда? Кетіп қалған ба? Жетел өтірік айтты ма маған? Жоқ, өтірік айту мүмкін емес. Достар. Достар. Торт бәрін алып қойдым ба? Өлтіремін мен бұл жетелді. Басыңа шөлмек қадайын белгілі. Сен жетелсің ғой. Тамақ жеуге қоймай-ақ қойдық. Қашпа, бергел сен, жетел. Бергел, басыңа шөлмек қадайын. Жетел, маған не өтірік айтып жүргенсің? Үлгермей қалдық, өзі алып кеткен.